Одан кейін сол талдауды біз свод талдау айналдырамыз. Одан кейін біз проблемамызды анықтаймыз, яғни мәселені анықтаймыз дейтін сөз. Енді алдыңғы оқу жылын талдау, бұл енді былай атауы қиын болғанмен, бұл оңай нәрсе. Қолдарымызда бар дүниелер барлығы оқу жылының, өткен оқу жылының барлық талдауларын жинап алуымыз керек. Енді бұл тек қана жалғыз өзіңіз директор немесе оқу жөніндегі орынбасар емес, мектеп командасы, мектеп әкімшілігі. Енді талдаудың түрлері болуы мүмкін, оқу жетістіктері, білім сапасы, БЖБ-ТЖБ-ның қорытындысы, осы алдыңғы жылы өткізілген мектепшілік бақылаудың қорытындылары, оған алынған шешімдер, олардың орындалысы, дүниелердің барлығы қажет. Тәрбие жұмысының нәтижелері, бағдарлама қалай орындалып жатыр, оның аясындағы жобалар қалай іске асырылып жатыр, оған кім жауапты, ол өткізіліп жатқан шаралар нәтиже беріп жатыр ма, жоқ әлде формалды түрде жүріп жатыр ма дейтін дүниелердің барлығы қажет болады. Осы дүниелердің барлығын жасап болғаннан кейін